Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен ашыған сүттен ашытқы қоспай үлпілдек бауырсақ пісіретін боламыз. Алдымен ашыған сүтімізге бір шай қасық ас содамызды салып араластырамыз. Іріп тұр сүтіміз. Араластырған кезде ода реакция жүреді, көпіреді. Оның үстінен мұнда мен сұйық май, жұмыртқа, қант, тұз салған, бірақ оны видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Барлығын араластырып, үстінен ұнымызды саламыз. Ұнды басында венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осылай қою болған соң тағы да ұн салып, қолымыздың көмегімен қамыр илетін боламыз. Қамыр илеп болғаннан кейін 15 минутқа тындыруға қалдырыңыздар. Қамырымыз тынғаннан кейін аламыз да оны екі бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың бір бөлігіне бауырсақ, бір бөлігіне шет-шелпек жасайтын боламыз. Бұл бірінші бөлігі, мұны алып қоямын. Екінші бөлігін 7 бөлікке бөлемін, яғни 7 шелпек жасайтын боламын. Шелпектер мұнда қатты үлкен болмайды, кішкентай шелпектер шығады. Барлығын суала жасап аламыз, дөңгелек етіп. Енді бауырсағымызды қамырын жаятын боламыз. Бірінші қолымыздың көмегімен, одан кейін ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен орташа жұқалықта жайып аламыз. Қатты жұқа жайып жібермеңіздер, себебі қатып қалуы мүмкін. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осындай формамен немесе пышақтың көмегімен өзіңіз қалаған формада кесіп алсаңыздар болады. Мен осындай дөңгелек форманы пайдаландым. Барлық жерін осылай дөңгелетіп шығамыз. Одан кейін бұларды алып, бетін жауып қалдырамыз. 5-10 минутқа қалдырасыздар. Ол аралықта шелпектерімізді жаямыз. Оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жайып аласыздар. Қатты жұқартып жібермеңіздер шелпектерді де. Жайып болғаннан кейін енді пісіруге кірісеміз. Қызып тұрған майымызға бірінші бауырсақтарымызды бір-бірден салып пісіретін боламыз. Майларыңыз қатты қызып кетпесін, себебі ортасы піспей қалуы мүмкін. Видеодан ақ көрініп тұрған шығар, үлпілдеп өте әдемі болып көтеріледі, ешқандай ашытқы қоспасаңыздар да. Одан кейін ашыған сүттің дәмі мүлде білінбейді. Өте жұмсақ, дәмді бауырсақ болып шығады. Келесі кезекте біз шелпектерімізді бір-бірден салып пісіріп аламыз. Шелпектерді салған кезде осылай шетін қайтарып пісіріңіздер. Сол кезде шелпектеріңіздің ортасы ақ, шеті қызыл болып қалмайды. Барлық жері біркелкі болып пісетін болады. Асты қызарғаннан кейін екінші бетін де қызартып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін алып майын сорықтамыз. Сонымен міне біздің шелпектеріміз, бауырсақтарымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ашыған сүтті тастамай, осындай үлпілдек өте жұмсақ әрі дәмді бауырсақ пен шелпектер жасаңыздар. Сіздермен болған Айдана, менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.